Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен лағман пісіріп үйренеміз. Менен сіздерге лағманның қазақша рецепті. Алдымен осындай сиыр етімізді 4 бұрыштап, жұқалап, майдалап, турап аламыз. Мен лағманды 3 үлкен адамға арнап жасап жатырмын, сондықтан маған бірақ сладкий перец керек болады. Оны да 4 бұрыштап тураймыз. Содан соң бір пиязымызды турап аламыз. Бір сәбізімізді 4 бұрыштап турап аламыз. 2 картошкамызды турап аламыз 4 бұрыштап. Содан соң қызып тұрған майға біз пиязымызды қуырып аламыз. Үстінен етімізді салып, біраз қуырып аламыз. Оның үстінен 4 бұрышталған сәбізімізді салып, кішкене қуырамыз. Мына жақта бір айта кететін жайт бар. Мен мұнда сладкий перецті салып қуырып алдым, бірақ негізі оны кейінірек салу керек. Даже пісер алдында бір жарты сағат бұрын салсақ болады, өйткені осы перец езіліп кетеді қайнаған кезде. Оның үстінен біз замороженный, мына жақта көксөгіміз бар, соны қосамыз. Оны жазда барлығын турап, морозильникке салып қойған болатынбыз. Өте ыңғайлы қолдануға. Одан бөлек тура осындай бізде замороженный өзіміздің приправамыз бар. Оны да жазда заморозить етіп қойған болатынбыз. Осындай формаларға салып, бағанағы салғанның барлығын кішкене араластырамыз да, үстінен картошка саламыз да, барлығын араластырып, бетін 1-2 минутқа жаба тұрамыз. Оның үстінен мен тағы бір кішкентай қасықпен томатная паста салдым. Содан соң үстіне кішкентай қасықпен тұз саламыз, барлығын араластырамыз. Менде осындай сушеный сельдерей бар, соны да үстінен саламыз, кішкене ғана. Қыздар, тағы айта кететін, осы негізі приправаларды тамақ пісетін кезде бір 5-10 минут бұрын салады екен. Мен мына жақта кішкене қателіктер жіберіп жатырмын, алдын ала кешірім сұраймын. Өйткені приправаларды салып қойғаннан кейін, су құйғаннан кейін, ол еті піскенше приправаның да күші өліп қалады екен. Барлығы қуырылып болғаннан кейін үстінен қайнаған су құямыз. Сосын 1,5 сағатқа бетін жауып қоямыз. Лағманның қамыры менде дайын, ол да морозильниктен шыққан, алдын ала созылған. Негізі барлығын морозильникте сақтаған дұрыс. Бағана айтқандай, мен приправамды, кориандр мен сельдерейімді тағы кішкене қосам, өйткені тамақ пісер алдында 5 минут бұрын қоссаңыз, дәмі өте керемет болады. Лағманды осындай укроп, көк пиязбен жеген өте дәмді болады және пайдалы. Менде кішкене ғана көк пияз қалды. Негізі көк пиязды, осындай укроптарды газетке орап, холодильникте сақтаса, ұзақ уақыт сақталады екен. Ал сіздерге ас болсын, менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.